Үшінші бөлім. Тұлғалық даму. Ғасыр жасасаң да, ғасыр бойы қалай өмір сүру керектігін үйрен. Сенека. Смарт жоспар. Жоспармен жүру барлық адамға керек. Дегенмен бәрінің қолынан келе бермейтін іс. Ал жоспармен жүру үшін алдымен сол жоспар дұрыс құрылу керек. Негізі ғылыми тұрғыдан алып қарасақ, жоспардың 90 күнге құрылғаны дұрыс. Бұл жоспардың орындалу ықтималдылығы да әлде қайда жоғары. 90 күнге дейінгі уақыт тым аз болып қалады. Нәтижеге қол жеткізу қиын болады. Мысалы, бір спорт түрімен шұғылдануды бастасаңыз, немесе жаңа қабілетті меңгергіңіз келсе, 90 күн ішінде біраз нәтижеге жетіп қаласыз. Бір ай, бірнеше 10 күндіктер ішінде сіздің мақсаттарыңыздың орындала қоюы екіталай. Сәйкесінше, жоспармен жүрсеңіз де, нәтиже көре алмаған соң бетіңіз де қайтып қалады. Ең оңай, нәтижелі жоспар құру уақыты 90 күн. Жақсы, жоспарды 90 күнге құрудың тиімді екенін білдік. Енді оны қалай дұрыс құру керек? Бұл жерде бізге Smarter жүйесі көмектеседі. Smart дегеніміз аударғанда ақылды деген сөз. Ал Smarter одан да ақылдырақ дегенді білдіреді. Жоспарды төмендегі реттілікке сүйене отырып құрыңыз. Біріншіден, сіздің жоспарыңыз нақты, дәл болуы керек. Біз астарлы, ауыспалы мағынада жоспарлағанды жақсы көреміз. Қазақ халқына әлемге пайдамды тигізгім келеді, әлемде жоқ нәрсені ойлап тапқым келеді деп армандап айтуға шеберміз. Бірақ миымызды мұндай жоспарлар шабыттандырмайды. Сәйкесінше мида қатты жұмыс істегісі келмейді, әрекетте жасамайды. Сондықтан жоспарларымыз қияли, астарлы емес, нақты болуы керек. Қазаққа пайдамды тигізем деген әрине өте жақсы, ауқымды мақсат. Дегенмен бұл жоспар емес. Екеуінің арасын ажыратып алу керек. Түсініктірек болу үшін мысал келтірейін. Мен аяқ киім тігетін цех ашқым келеді делік. Цехқа 100 қазақты жұмысқа аламын. Оларға жақсы жұмыс орнын ұйымдастырамын. Тұрақты, жоғары табыс табуына мүмкіндік жасаймын. Ай сайын түрлі курстарға жіберіп, біліктіліктерін арттырамын. Мықты команда құрамын десеңіз, қазаққа пайдам тиді деп есептесеңіз болады. Бұл нақтыланған, анық мақсат. Миыңыз үшін де сіздің жасайтын қадамдарыңыз анық, белгілі болып шыға келеді. Мысалы, қазақ халқын құтқарамын, әлемде жоқ өтіп шығарамын деген мақсатта келесі қадам белгісіз. Неден бастайсыз? Бұл үшін нақты не керек? Түр, түсі, уақыты мен сипаты анық емес. Демек, бұл жерде анық жоспар да құра алмайсыз. Мақсаттың нақтылығы жоспарыңыздың да анық болуына тікелей әсер етеді. Цех ашу туралы мақсатта жоспарыңыз бен жолыңыздың өзі сізге шамамен белгілі болып тұрады. Ең алдымен жалға алатын орын табу керек, инвестор тарту қажет, мамандарды жұмысқа алып, маркетингті қолға алып бастау керек. Көрдіңіз ғой, нақты мақсат болған соң келесі қадамдарыңыз да белгілі. Сол қадамдардың реттілігі бойынша жоспар құрып, алға жылжисыз. Шарт өлшенетін болу керек. Яғни кез келген жоспар өлшенуі керек. Өлшенбеген жоспар сізге де, миыңызға да, қоғамға да қызық емес. Жалпы қазір бүкіл көрсеткішті өлшеуге болады. Тіпті сіздің қаншалықты жұмыс істеп істемей жатқандығыңызды өлшемдермен анықтауға болады. Мысалы, KPI деген көрсеткіш бар. Бұл сіздің жұмысыңызды процентпен нақтыланған түрде өлшеп береді. NPS өлшемі арқылы компанияның қалай жұмыс істеп жатқанын көруге болады. Ол сізге клиенттердің ризашылығын процент арқылы шығарып береді. Зерттелген, өлшенген жұмыс продуктивтік пен эффективтілікті арттырады. Осы секілді сіздің де кез келген жоспарыңыз өлшенуі керек. Мысалы, арықтаймын деген мақсатыңыздың орнына 10 килограмм анықтаймын. Мен бай боламын емес, айына 2 миллион таза табысқа шығамын деу керек. Көшеден 1000 теңге тауып алсаңыз, бұрынғыға қарағанда байыдыңыз ғой. Бірақ сізге керек қаражат бұл емес. Сондықтан өлшеңіз, нақтылаңыз. Инстаграмда белсенді болғыңыз келеді, бірақ жай айта салу жеткіліксіз. Жазушылар санын қанша уақытта нешеге көтересіз? Статистикаңыз қандай болу керек? Сіздің миыңыз жай ғана Инстаграмды дамыту деген мақсатқа жұмыс істемейді. Ол соңғы нүктені көру керек. Соңғы нүкте белгілі болмайынша жұмысқа кіріспейсіз. Мүмкін сіз көйлек тігетін шығарсыз.
Ханымдарға осы уақытқа дейін күніне 3 көйлек тігіп жүрдіңіз. Содан бір мотивациялық видео көріп алдыңыз да, болды, бүгіннен бастап 100 көйлек тігемін деп шабыттанып кеттіңіз. Бұл қолжетімді ме? Шындыққа жанасып миға сыйып тұр ма? Жоқ, әрине. 100 көйлек тігетін уақытқа қашан жетесіз? Қосымша мамандарды жұмысқа алып, кең ғимаратқа көшіп, технологияларды көбейтіп, клиент әкелетін каналдарды дамытсаңыз, 100 көйлектің нәтижесіне жетіп қаласыз. Бірақ қазір емес. Дәл қазіргі мүмкіндіктеріңіз бұл көлемді көтермейді. Шамаңызға қарай қазіргіден қарағанда 1-2 есе көтеруіңізге болады. Мысалы, қазір 3 көйлек тігіп жүрсеңіз, енді 4-5 көйлек тігуге болады. Алғашында әлеуметтік желілерде отыратын уақытыңызды азайтып, бірінші 4 көйлек тігесіз. Кейін осы көрсеткішті бірнеше рет қайталап, дағдыға айналдырып алған соң ғана тағы да көбейте бересіз. Мақсат шынайы болу керек. Яғни аспандағы, қиялдағы өтірік нәрселерді жоспарламаймыз. Осы уақытқа дейін 100 адамға сабақ өтіп жүрсеңіз, келесіде 150 адамға көтеруге болады. Бірден 1000-2000 адам деп қолжетімсіз мақсат қоймаңыз. Жоспар сіз үшін құнды болу керек. Біреудің жоспары сізге ләззат бермейді. Сәйкесінше сіз оған кіріскіңіз келмейді. Оны істегіңіз келмейді. Біз қоғамның жоспарына кірісіп кеткенбіз. Бала кезімізде барлығымыз қызметтегі аға көкелерімізге қарап, банкир болам, юрист болам дегенді көп айттық. Мектепте шығармалар жазып жүріп, президент болуды армандадық. Одан кішірек кезімізде ғарышкер болып, галактиканы шарлағымыз келді. Қазір сіз есейдіңіз. Қоғамның, таныстардың, ата-ананың пікірін қоспай, өзіңізден мен кім болғым келеді деп сұрай аласыз. Дегенмен, жоспар құрғанда ол оған қатысы бар адамдармен келісілген болу керек. Мысалы, сіз отбасылы ер азаматсыз делік. Әйеліңіз жоспарына 5 жылдан кейін Америкаға кететіндігі туралы жазып қойған. Сіздің жоспарыңызда бұл уақытта Индонезия тұр. Яғни бір-біріне тікелей қатысты 2 адамның жоспары келісілмеген. Сонда 5 жылдан кейін екеуі екі жақта болайын деп тұр ма? Мақсаттар мен жоспарлар өзіне қатысты барлық адамдармен келісілген түрде ортақ болуын қадағалаңыз. Белгілі бір бөлім басшысы болсаңыз, жұмыс жоспарын команда мүшелерімен келісесіз. Іс-сапарлар мен іс-шаралар, демалыстар уақытын, жобалардың мерзімін команда мүшелерімен келісе отырып жасау керек. Келесі маңызды нәрсе, бүкіл жоспар уақытпен шектелуі керек. Біздің миымыз уақыт көрсеткенде жақсырақ жұмыс істейді. Уақытпен жұмыс дегенді жақсы көреді. Сәйкесінше біздің миымыз түсініксіз нәрсені жақсы көрмейді. Дедлайн болу керек. Мысалы, шілденің 23-не дейін 2 миллион теңге талса табыс табамын, немесе келесі айдың 15-не дейін 3 килограмм тастаймын. Яғни мақсатыңыз нақты уақытпен шектеліп тұр. Біз Құдай қаласа дегенді жақсы көреміз. Әрине, Құдайдың қалауынсыз бір жапырақта жерге түспейді. Құдай қаласа дегеніміздің өзі қай уақытта? Бір айда жететін мақсатта уақытпен шектемесеңіз, бүкіл өмір жете алмай кетуіңіз мүмкін. Жоспарыңыз қоршаған ортаға, жан-жағыңыздағы адамдарға зиянын тигізбеу керек. Мысалы, адам денсаулығына қауіп төндіретін заттарды сата алмайсыз. Ол арқылы қаншама адамның өмірін құртып жіберуіңіз мүмкін. Елге, қоғамға, адамдарға зиянын тигізетін жұмыспен айналыса алмайсыз. Ең бастысы құндылықтарымызды ұмытпауымыз керек. Жазу өте маңызды. Жазылмаған жоспар жоқ жоспар. Оны ми фантазия деп қабылдайды. Сондықтан жазусыз есептелмейді. Жоғарыдағы шарттардың бәрін ескере отырып, жоспар жазу керек. Келесі қадам белгілі болған кезде ғана жоспар жұмыс істей бастайды. Күндік жоспар. Жоспар құрар кезде тым көп жоспарды мойынға іліп алмауды қадағалау керек. Бір күнге 3 күннің жұмысын тығып тастауға болмайды. Күндік жоспар құрудың негізгі мақсаты бүгінгі жасалатын істеріңізді ертерек бітіріп тастау. Дәл осылай уақытпен қысып, тым салмақты жоспар құрмаңыз. Бұл жоспар орындалу үшін кемі 3 адам кірісу керек болады. Анда-санда бір перфекционизм ұстап қалып, мүмкін емес жоспарды құрып тастап, оны орындай алмай тауыңыз шағылып отырғаны керек емес. Жоспар бұлай құрылмайды. Біріншіден, күндік жоспар сол күндікі ғана болу керек.
Сәйкесінше, сол күніңіздегі жоспарыңызды әдемі қылып жоспарлау керек. Соңына қарай 2-3 сағат бос болуы керек. Ол уақытта телефон ақтарасыз ба, жай әшейін жатасыз ба, оны өзіңіз білесіз. Жоспар деген қағазға толтырып жазып тастау емес. Ананы да, мынаны да үлгерейінші деген ой болмасын. Бос уақыт қалдырмау деген мақсат керек емес. Жазылған күндік жоспарыңыздың 60-70% орындалса қуана беріңіз. 100% орындалмағаны үшін өзіңізді жемеңіз. Жоспары құрылып жазылған адамдар күнін жоспарламаған адамдарға қарағанда 70%-ға көбірек жұмыс істейді. Себебі жоспары жоқ адам бос адам. Мен күндік жоспарды 4-ке бөлемін. Жеке даму. Қазіргі уақытта жеке даму міндетті түрде керек. Бұл заңдылық. Сіздің мектепте не университетте оқыған дүниелеріңіз 2 жылда ескіріп кетеді. Сондықтан өзіңізге жеке дамуыңызға қатысты жоспар болуы шарт. Мұнсыз біз алысқа бармаймыз. Күнделікті 60 минут студент болу керек. 60 минутты жаңа ақпарат алуға жұмсау керек. Ол спорт болуы мүмкін, сабақ болуы мүмкін. Жоспарлы түрде таңертең кітап алып оқыңыз. Ең бастысы жаңа ақпарат алу керек. Жеке өзіңізге қатысты жоспар. Мысалы, салонға бару, үйдің кілтін жасату, азық-түлік алу, өмір сүрген соң жеңіл-желпі күнделікті осындай өзіңізге қатысты істер шығып тұрады. Жұмысқа қатысты жоспар. Әлі жұмысыңыз болмаса, студент болсаңыз, бұл бөлімді сабақ немесе университет деп ауыстырсаңыз болады. Жұмысқа қатысты жоспарды уақытымен енгізіп қоясыз. Мысалы, 12:29-да жиналыс деген секілді. Негізі уақытты белгілегенде осындай нақты емес сандарды жазса, кешігу ықтималдылығы төмен болады деген пікір бар. Мысалы 11:23, 9:43 деп нақты емес, дөңгелектенбеген түрде жазуға болады. Бастысы ең маңыздыларын нақты не істейтіндеріңізді жазыңыз. Жазу керек екен деп толтырып тастай беруге болмайды. Телефон. Телефонға қатысты жоспарыма мен 5 адамның атын жазып қоямын. Ол досым, туысым немесе әріптесім болуы мүмкін. Осы тізімдегі адамдарға бүгін телефонмен хабарласып шығам. Осыған 1 минут қана жұмсау мүмкін. Жағдайын, жұмысын біліп, жай даусыңызды естігім келген еді, жақсы хабардамыз ғой деп сөйлесу де жеткілікті. Бұл хабарласқан адамның көңілін көтеріп, арадағы қарым-қатынасты күшейтеді. Коммуникация бәріне көп энергия береді. Одан бөлек бақыт гормоны бөлінеді. Сонымен күніңіз аяқталайын деп жатыр. Жоспарларыңызға қарап анализ жасайсыз. Қанша орындалды? Оларға белгі қойып, шүкіршілік айтасыз. Орындалмай қалғандары болса, онда ертеңгі жоспарыңызға көшіресіз. Күн біткенше орындауға мүмкіндік болса, жасап тастауға да болады. Біткен жұмыстарыңыздың үстін сызып тастаңыз. Сонда сізде күнім жақсы өтті, жоспарларым орындалды деген менталды түрде жағымды сезім болады. Бұл жердегі маңызды дүние сіздің ойша қай жерде болғаныңыз. Физикалық түрде қайда болсаңыз да бәрібір. Үйде отырып, жұмысты ойлап, уайымдап отырмау үшін жоспар керек. Керек сәттерде керек жерге ауыса білген дұрыс. Жұмыс уақытында жұмысты ойлаңыз, үйде тек үйде болу керек. Сіз қай жердесіз, сол жерде ойлаңыз. Робин Шарма. Адам өмірі өзіне 100 жауапкершілік алғанда ғана өзгереді. Мен кіммін? Сіз кімсіз? Осы сұраққа іштей жауап беріңізші. Жауап берген соң ғана оқуды әрі қарай жалғастырыңыз. Әр адам бұл сұраққа әртүрлі жауап береді. Ең жиі кездесетін нұсқалар адаммын, кәсіпкермін, анамын, Нұрғисамын деп есімін айтады. Яғни не мамандығын, не есімін, не өмірдегі өзінің басты образын айтады. Шын мәнінде сіз қазір кімсіз? Қазір оқушысыз. Кітапты оқып білім алып отырған оқырмансыз. Демек, сіз миыңыздағы басқа образдарды өшіріп, шәкірт рөлінде ғана болуыңыз керек. Өз ролін білмеу, әр жерде өз орнында бола алмау кез келген адамға кері әсерін тигізеді. Менторлыққа келген адам ұстазының айтқанына өз пікірін қоспай, бірме-бір жасаса ғана нәтиже алады. Ұстазыңыздың алдында сіз шәкіртсіз. Бәрі белгілі, мұны өзімде білем деген ойларды өшіріп, жаңа білім мен ақпаратқа, қабілетке ашық болып отыруыңыз керек. Сәйкесінше жұбайыңыз үшін сіз өмірлік серігісіз.
оның бастығы, ұстазы немесе ата-анасы емессіз. Ал балаңыз үшін ата-анасыз. Анаңыз үшін перзентсіз. Оған барып ақыл айта алмайсыз. Оның сізден көргені де, білгені де көп. Сізді ештеңе білмейтін, өзіңізге қызмет көрсете алмайтын сәби кезіңізден бастап өсірген анаңызға келіп бастық болмайсыз. Досыма мен ұстаз не коуч емеспін. Кейде адамға тыңдайтын, сезімдерін бөлісетін дос қана керек болуы мүмкін. Ол келіп өзінің мәселесін айтып жатқанда мен өзімнің кеңестерімді, коуч ретіндегі шешімдерімді алға тартпаймын. Әрине, өз рөлінде болу маңыздың түсінгенмен, іс жүзінде оны жасау маған әлде қайда қиынырақ болды. Мен де рөлдерді шатастырдым. Мен де өз орнымда болмаудың зардабын көрдім. Уақыт өте келе бұл әдеттен де арыла бастадым. Біз реті келіп қалса ақыл айтуға ұстамыз. Бәрін біз ғана білетін сияқты боламыз. Бір образдан шыға алмай қаламыз. Бірақ рөлдерді шатастырып алған жерде түсініспеушіліктер көп болады. Алғашқы уақытта миды осы сәтте өз орнында болуға үйрету қиынға соғады. Сондықтан бір күнде бірнеше рет өзіңізге мен кіммін деген сұрақты қойып отырыңыз. Қалай фокусты шашыратып алмауға болады? Бүгінгі таңдағы актуалды сұрақтардың бірі осы. Социолог ғалымдарының дәлелдеуінше, адам ойының 30%-ын өткенді, 40%-ын болашақты ойлауға жұмсайды екен. Сонда дәл қазіргі шаққа бар болғаны 30%-ы қалып тұр. Бұл өте аз көрсеткіш. Өткен шақ өтті, кетті. Ол үшін өкінудің, қайғырудың, сағынып, өзімізді қинаудың пайдасы нөлге тең. Өткен шақтан тек қана сабақ аламыз. Ал болашақ әзірге жоқ. Сәйкесінше, дәл қазіргі әрекетіңіз болашағыңызды қалыптастырады. Болашақ дұрыс болу үшін жоспарлау керек. Бүгінгі күніңізге фокус қойып, осы жерде болуды үйреніңіз. Алдаған арман. Бала кезде кім болуды армандадыңыз? Ал қазір нені армандап жүрсіз? Адам шынайы қаласа діттеген мақсаттарына қол жеткізеді. Ал арманы мен мақсаты шабыттандырмаса, оның миы да жұмыс істегісі келмейді. Жалқаулық деген жоқ. Қол жетпейтін арман деп те шорт кесуге болмайды. Егер арман адамның көзін жандырса, іштегі отын оята алса, автоматты түрде еңбекқор болып іске көшеді. Арман мақсаты шабыттандыратын адам әрекетсіз отыра алмайды. Армандарыңыз жазылған қағазға тағы да бір рет қарап көріңізші. Олардың бәрі шынымен сіздің армандарыңыз ба? Біреудің айтқан немесе қоғамның таңып берген шаблондар емес пе? Арманыңыздың құндылығы бар ма? Марғұлан Сейсенбаевтың арнайы методикасы бар. Алдымен ақ қағазға барлық ойға түскен армандарыңызды жазып шығасыз. Кейін олардың әрқайсысына тоқтала отырып сұрақ қоясыз. Бұл менің арманым ба? Осылайша жазылған армандарыңызды менің арманым, басқалардың арманы деп екі бөлімге бөліңіз. Әр арманыңызға тоқталып, бұл арманның сізге қаншалықты қызық, қаншалықты тәтті екеніне мән беріңіз. Басқалардың арманы дегеніміз, ата-анаңыздың, қоғамның, басқа адамдардың әсерінен пайда болған армандар болуы мүмкін. Бұл жаман деген сөз емес. Тек өзіңізді жоғалтып алмауыңыз, шынайы қалауыңызды білудің өте маңызды екенін түсініңіз. Өз армандарыңыз сізді қозғайтын үлкен күш. Өзінің қалауын түсінген адамға артық мотивация керек емес. Б нүктесінің бағыты. Кез келген мақсатқа жету үшін қазір қай жерде екеніңізді анықтап алыңыз. Жеке талдауға келетіндердің ең көп қажеттілігі табысты көтеру. Қазір табысыңыз қанша деген сұраққа нақты жауап бере алмайды. Мына жерде осынша, екінші жерде шамамен осындай түсіп тұрады деп болжалды түрде айтады. А нүктесіндегі табыстың қанша екенін білмей тұрып, қалай оны 2-3 есеге өсіруге болады? Ми нақтылықты жақсы көреді. Айына 1 миллион теңге табу деген мақсатыңыз бар дейік. Қазіргі табысыңыз 300 мың көлемінде болса, демек табысыңызды 3 есеге көтеруіңіз керек. Ал одан көбірек болса, 2 есеге өсіресіз. Қазіргі нүктеңіз анық болған соң, Б нүктесіне баратын бағытыңыз да нақтылана түседі. Ми қандай көлемде жұмыс істеу керектігін түсінеді. Ол тапсырманы түсінгенде сізге табысты арттырудың жаңа қадамдарын көрсетіп, идеялар пайда бола бастайды. Денсаулығым нашарлап кетті, емделуім керек.
бұл жерде де анық-түйсі анық емес. Денсаулығым нашар дегенде сіз нені айтып тұрсыз? Басыңыз ауырып тұр ма? Онда себебін анықтау үшін терапевтке бару керек. Ол қажетті анализдерді тағайындайды. Дәрігер қабылдауынан кейін сіздің нақты анық-түйіңіз белгілі болады. Диагноз белгілі болған соң ғана оған ем-дом тағайындалады. Яғни Б нүктесіне баратын жолыңыз анық көрінеді. Диагноз болмаса, белгісіз болса, оған бас салып ем қабылдай бергеннен пайда жоқ қой. Сол секілді анық-түйіңізді біліп алмай, есепсіз әрекет ете берудің де пайдасы жоқ. Таксиге отырған соң, мені Әйгерімнің үйіне апаршы дей алмайсыз. Ол Әйгерімді танымайды, үйі қайда екенін білмейді. Жүргізушіге жүре берші бұйырғаны болар деп те айта алмайсыз. Тіреліп қаласыз. Сізге Б нүктесіндегі мекен-жай керек. Түсінікті ғой. А нүктесінде, Б нүктесінде нақты білетін адамның бағыты да, жүретін жолының картасы да анық болады. Ал бұл процесті әлде қайда жеңілдетеді.